Сәлеметсіздер ме 7-ші сынып оқушылары? Энергия бөлімі бойынша жиынтық бағалау балар 4-ші тоқсанның 1-ші бөлімі бойынша жиынтық бағалауы. Басқа нұсқаларын іздесеңіздер, каналға кіріп көрсеңіздер, каналда басқа нұсқалары бар балалар. Видеоның соңына дейін қараңыздар, бізге берілген тапсырмалардың барлығын орындайтын боламыз. Бірінші тапсырмада кестеде мысалға келтірілген дене қандай энергияға ие болатынын анықтаңыз және сәйкес бағанға плюс белгісін қойыңыздар дейді балалар. Қараңыздар, бізде дене бірінші бағанда сығылған серіппе жерге домалап бара жатқан доп деген сияқты денелер берілген. Енді біз осыны 3 бағанға плюс арқылы беруіміз керек. Яғни бірінші бағанымыз жер бетімен салыстырғанда дененің потенциалдық энергиясы, екінші серпімді деформацияланған дененің потенциалдық энергиясы, үшінші бізде дененің кинетикалық энергиясы. Ал бірінші сығылған серіппе, бұл жерде бізде екінші нұсқа дұрыс, яғни серпімді деформацияланған дененің потенциалдық энергиясы. Үшінші, жерде домалап бара жатқан доп бізде үшінші дененің кинетикалық энергиясына тең. Ауада ұшып жүрген диск бізде бірінші баған дұрыс, яғни жер бетімен салыстырғанда дененің потенциалдық энергиясы мен дененің кинетикалық энергиясы екеуі дұрыс. Келесі, жел әсерінен иіліп тұрған ағаш бұтағы дейді. Бұл жерде бізде иіліп тұрған дегендіктен серпімді деформацияланған дененің потенциалдық энергиясы. Гүлге қонып тұрған көбелек бізде бұл жерде тыныштықта қонып қозғалмай тұр, бұл бізде жер бетімен салыстырғанда дененің потенциалдық энергиясы. Келесі, аспанда ұшып жүрген тырна, бұл жерде бізде потенциалдық энергияда, кинетикалық енергияда болып тұр, яғни жер бетімен салыстырғанда дененің потенциалдық энергиясы, сосын дененің кинетикалық энергиясы. Келесі, екінші тапсырмада массасы 50 грамм тас жер бетімен 7 метр бөлінген секунд жылдамдықпен вертикаль жоғары лақтырылды. Тастың қозғалыс траекториясы суреттегідей, максимал көтерілу биіктігі 2,5 метрге тең, ауа кедергісі ескерілмейді және G бізде 9,8 ньютон бөлінген килограммға тең. А тапсырмасында А және В нүктелеріндегі тастың энергиясын анықтап кестені толтырыңыздар дейді балалар. Қараңыздар, суретте. Енді біз бірінші кестені толтырмай тұрып, біз ең алдымен есептің берілгенін жазып, есепті шығарып алуымыз керек балалар. Есептің берілгенін жазайық. М бізде 50 граммға тең, килограммға айналдыратын болсақ 0,105 килограмм болады. В бізде 7 метр бөлінген секундқа тең, G бізде 10 ньютон бөлінген килограммға тең, H бізде 2,5 метрге тең балалар. Табуымыз керек. А тапсырмасында потенциалдық энергияны, Б тапсырмасында кинетикалық энергияны, С тапсырмасында толық энергияны табуымыз керек. Енді А нүктесінде бізде балалар биіктігіміз 0 метр болып тұр. Сол себепті потенциалдық энергияны табатын болсақ, 0,105 килограммды көбейтеміз 9,8 ньютон бөлінген килограммға, оны көбейтеміз 0 метрге, сонда потенциалдық энергиямыз бізде 0 джоульға тең болады екен. Енді кинетикалық энергияны табатын болсақ, 0,105 килограммды көбейтеміз 7 метр бөлінген секунд квадратқа бөлеміз 2-ге, сонда жауабы 1,225 джоуль болады балалар. Енді толық энергияны табатын болсақ, потенциалдық энергия мен кинетикалық энергияны бір-біріне қосамыз, сонда 0 джоульға қосамыз 1,225 джоульді, сонда жауабы 1,225 джоульға тең болады екен. Енді балалар Б нүктесін анықтайық. Б нүктесінде 2,5 метр балалар. Енді потенциалдық энергияны тауып алайық. 0,105 килограммды көбейтеміз 9,8 ньютон бөлінген килограммға, оны көбейтеміз 2,5 метрге, сонда жауабы 1,225 джоуль шығады екен. Кинетикалық энергиямыз 0-ге тең болады. Толық энергияны табу үшін кинетикалық энергия мен потенциалдық энергияны бір-біріне қосамыз, сонда 0 джоульға қосамыз 1,225 джоульді, сонда жауабы 1,225 джоуль шығады екен балалар. Енді кестені толтырыңыздар деген, осы дайын мәндерді орнына қойып кестені толтырамыз. Биіктігі 0 болған кезімізде потенциалдық энергиясы 0 джоуль, кинетикалық энергиясы 1,225 джоуль, толық энергиямыз 1,225 джоульға тең болады екен. Ал Б нүктесінде биіктігі 2,5 болған кезімізде потенциалдық энергиясы 1,225 джоуль, кинетикалық энергиямыз 0-ға тең, ал толық энергиямыз 1,225 джоульға тең болады екен балалар. Келесі, Б тапсырмасында кестедегі мәліметтерді пайдаланып энергияның бір түрден екінші түрге өтуін сипаттаңыздар дейді балалар. Мен өзім нұсқамда сипаттап шықтым. Яғни тас жер бетінен жоғары көтеріле бастаған кезде ол қозғалысқа енеді, яғни ода кинетикалық энергия орын алады. Б нүктесіне жете бергенде кинетикалық энергия потенциалдық энергияға айналып кетеді. Ал дененің қозғалысы кезінде кез келген уақыт мезетінде оның кинетикалық және потенциалдық энергияларының қосындысы тұрақты болады. Яғни толық механикалық энергия өзгермейді балалар.
балалар, осымен бізге берілген тапсырманың барлығын шығарып аяқтадық. Түсінбеген жерлеріңіз болса комментарийға жазу арқылы сұрасаңыздар болады. Қай тапсырма қиындық тудырды сізге, комментарийға жаза кетіңіз. Ұнаған болса, сізге пайдалы болса каналға жазылып достарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Сау болыңыз.